Екінші орында Даниядағы ең ірі фармацевтикалық компания NGO компаниясы. Бұл әлемдегі қазір глобалды проблема болып жатырған семіздік, қант диабеті типті аурулармен айналысатын, яғни соларға препарат дайындайтын компаниялардың бірі. Бұл компанияның тарихы терең, және де бұл әлемдегі ең глобальный жаңағыдай аурулардың проблемасын шешеді десем де болады. Бұл компанияның қазіргі уақытта құндылығы, яғни акциясы 36, 37, 38 доллар аймағында сауда-саттыққа түсіп жатыр. Қазіргі уақытта әлемде әрбір адамның екіншісі қант диабетке ұшырап жатқандықтан бұлардың препараттары өте жоғары сұраныста. Болжамдар бойынша бір жылдықтың ішінде 40-50% өсім бере алатын компаниялардың қатарында. Яғни сіздің 1 миллион теңгеңіз болса, осы NGO компаниясын арзаннан алып, бағасы қымбаттаған кезде сататын болсаңыз, 1 миллион теңгенің үстінен 500 мың теңге таза табыс таба алатын боласыз.